Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен сүтсіз жұмыртқасы жасалынатын, құрамы өте қарапайым, үлпілдек, әп-әдемі болып шығатын, ең бастысы өте дәмді болып шығатын шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ал қайнекей бірге жасайық. Мінекей достар, ең алдымен ыдысымызға ұн, қантымыз және міне какаоамыз, разрыхитель және де тұз. Енді кейбір жандар қоспай жатады, тұзды қоссаңыз қант пен тұз екеуі реакцияға түсіп пирогқа бір үйлесімді дәм беретін болады. Және де достар, айта кететін тағы бір тұсы, какаоның міндетті түрде сапалы түрін пайдаланыңыздар. Мінекей құрғақ массамызды араластырып, үстіне сұйық май, бөлме температурасындағы жылы суымызды қосып алдық. Мінекей бір қалыпқа, қоймалжың қалыпқа келгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, мінекей көргендеріңізде өте әдемі қоймалжың массамыз дайын болды. Енді менде мына жерде 20 сантиметрдегі кальцоны пайдаландым. Астына фольгамды төсеп, мінекей дайындап алған массамызды құйып алдық. Енді кішкене араластырып, жан-жағына кішкене тегізіп, мінекей реттеп шығатын боламыз. Бетін бір тегізетіп, осылай реттеп аламыз. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан соң міндетті түрде таяқшамен, ағаш таяқшамен тексеріп, толықтай піскеніне міндетті түрде көз жеткізіп алыңыздар. Мына жерде мен пирогымды балаларым бетін шұқып үлгерген екен. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз дайын болды. Сондай жұмсақ, нәп-нәзік, үлпілдек, үйде сүт жоқ, жұмыртқа жоқ деместен, үйдегі бар заттардан осындай өте жылдам, өте оңай жасалынатын пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал достар, мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып тамашалай аласыздар. Және де достар, менің YouTube арнамда көптеген түрлі тәтті тағамдардың, сусындардың рецептілерін таба аласыздар. Видео рецепт ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.